Жақсы, қайтсақ қайтайық, деді ол да бірдеңені сезгендей. Біз кетпекші болып едік, олар бізді шығармады. Қайда бара жатырсыңдар? Әлі ерте ғой, отыра тұрыңдар, деп бізді қайтадан отырғызып қойды. Бұлардың жаман ойлары бар екенін сездім. Қатты қорқып қобалжып отырмын. Бір кезде Әсел ұнатқан жігіт құрбымды ертіп басқа бөлмеге кетті. Олар кетісімен сықсиған жалпақ бет жігіт қасыма тақап жаныма отырды. Қолын иығыма қойып, төмен жылжытып сипап қояды. Мен орнымнан атып түрегелдім. Не істеп жатырсың? Ал қолыңды. Неменеңе майысып тұрсың? Осыны қалап келдің ғой, деп маған жақындай түсті. Мен бар даусыммен айқайлап жібердім. Айжан! Айжан! Әлгі жігіт көзі сығырайып, ақсия күліп. Айжан келмейді. Ол ләззатқа батып жатыр. Келменде сені рахатқа батырайын. Жоғал, тиіспе маған оңбаған. Ол менің қасарысқаныма қарамады. Қолымды артқа қайырып, төсекке бір-ақ лақтырды. Айжан! Айжан! Көмектес! Бірақ Айжан бөлмеден шықпады. Әлгі сықи көз үстімнен төніп келеді. Мен оның қолынан қыршып тістеп алдым. Ай! Деп жан даусы шығып, аршып түсті де, мені келіп оңдырмай жақтан салып жіберді. Салдаққа асау екенсің. Қазір мен сені үйретейін. Менің шашымнан ұстап, жұдырығыммен ішімнен бір ұрды. Ішімді ұстап бүк түсіп жатырмын. Ауа жетпей, тынысым тарылды. Бірақ әлгі жауыз оған да қарамады. Үстімдегі киімімді жыртып, сол түні менің арымды төкті. Жылап отырмын. Үстімдегі киімім алба-жұлба, жыртылған. Неге жылап отырсың? Ұнамады ма? Сықси көз жігіт темекісін құшарлана ішіне тартып, түтінін будақтатып, сыртқа шығарып, мені кекетіп қояды. Сол кез екінші бөлмеден құрбым шықты. Оның да жылағаны көрініп тұр. Бет аузына бояу аққан, шашы ұйпа-түйпа. Мен орнымнан тұрып, Әселді қолынан ұстап, сыртқа беттедік. Сықи көз жігіт. Сағынсаңдар келіп тұрыңдар, ренжітпейміз. Бізден жоқ. Үйден шығып тез құтылуға асықтық. Апыл-ғұпыл аяқ киімімізді киіп сыртқа шықтық. Жаз айы. Таңғы 5-тің шамасы-ау. Көшеде екеумізден басқа тірі жан жоқ. Әсел, айттым саған, қайтайық деп. Енді түріміз мынау. Мен полицияға барам. Мен оны түрмеде шірітем. Оңбаған хайуан.